Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымызда топтық жұмысты орындаған кезде пазл әдісі арқылы меселдерді топқа бөліп қояйын, иә? Бірінші, екінші парта пазлды біріктіру арқылы топқа біргесіңдер. Үшінші, төртінші парта сендер пазлды біріктіру арқылы топқа біргесіңдер. Және де бірінші, екінші парта сендер пазлды біріктіру арқылы, және үшінші, төртінші парта пазлды біріктіру арқылы сендер топқа бөлінбесіңдер. Камераға қарамаймыз. Топтарың анықталды, яғни бірінші тобымыз біздің қыс мезгілі екен, сендер қыс мезгілі тобы боласыңдар. Келесі тобымыз біздің күз мезгілі болады екен, яғни міне сендер күз тобы боласыңдар. Көктем мезгілі. Және төртінші тобымыз біздің жаз мезгілі екен, сендер жаз мезгілі боласыңдар. Ал балалар, өткен сабақты пысықтау мақсатында мен сендерге шабуыл әдісі арқылы сұрақтар қоямын. Сол сұраққа жауап беріңдер. Отан дегеніміз не балалар? Туылған жерім. Дұрыс айтасың, өте тамаша, жарайсың. Келесі сұрағымыз, сенің отаның қалай аталады? Ал жағын жауап бере ғой. Менің отаным Қазақстан. Тамаша, жарайсыңдар. Отан туралы мақал-мәтел білеміз бе? Кәне қолы берекші. Нұртас айта ғой. Басы тауы. Өте тамаша, жарайсың. Саяжан? Отаға басы екеніміз кемерейін. Ой, жарайсың. Тамаша. Әскен керемет неткен, сұлулығын көрген жан елең еткен. Күн жиектен күн шығады бір сәтте, сәулесі жарқырап күнге жеткен. Бүгінгі дүниетану сабағымыздың тақырыбы балалар жыл мезгілдері. Яғни бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты жыл мезгілдері туралы білетін боласыңдар. Жыл мезгілдеріне байланысты табиғатта әр алуан тынығудың түрлерімен танысасыңдар. Оның мүмкіндіктерін анықтайсыңдар. Ал енді балалар ойлан тап әдісі арқылы мен сендерге жұмбақ жасырамын. Сол жұмбақтың шешуін айтыңдар маған. Табиғат атты ананың 4 бойжеткен қызы бар. Көркі де солар даланың. Ісіне адам қызы бар. Бәрін айта қойшы. Жылдың 4 мезгілі. Өте тамаша. Жылдың 4 мезгілі. Ал енді осы жылдың 4 мезгілі біз 3 тілде айтайық. Барлығымыз кәне жылдың 4 мезгілі. Жылдың 4 мезгілі. 4 времени года. 4 времени года. The four seasons. The four seasons. Тамаша. Келесі жұмбағымыз бұлттар төніп, жерге төгіліп, дымқыл тұман басады, шөп сарғайып өңітайып, дала нұры қашады. Мағжан айта қойшы. Өте тамаша. Дұрыс айтасың. Күз мезгілі екен. Мағжан дұрыс айтты. Жарайсың Мағжан. Ал енді осы күз дегенді 3 тілде айтайық бала. Күз, осень, autumn. Келесі жұмбағымыз суда мұз бар, жерде қар бар, боран борап соғады. Бұл қай мезгіл болады? Бейбарыс? Қыс мезгілі. Өте тамаша, жарайсың. Енді осы қыс дегенді біз 3 тілде айтамыз.
Қыс, зима, winter. Жарайсыңдар. Ал балалар, енді келесі біздің жұмбағымыз. Қар, мұз еріп, су көбейіп, сай-салаға толады, бүршік жарып, жарық ашып, гүл бәйшешек басады. Ал аяғын айтамыз. Жарайсың, өте тамаша. Көктем екен балалар. Ал енді осы көктемді үш тілде айтайық. Көктем, Весна, spring. Жарайсыңдар, өте тамаша. Келесі жұмбағымыз балалар. Бөрік, алма, жидек, жүзім піседі. Қауын қарбыз, қияр сәбіз дүкендерге түседі. Ал нұқтасы айтамыз сен? Жаз мезгілі. Тамаша, жаз мезгілі екен. Ал енді жаз дегенді барлығымыз қормен үш түрде айтып шығамыз. Жаз, лето, summer. Жарайсыңдар. Келесі біздің жаңағы оқулықпен жұмыс жасаймыз, яғни тілші әдісі арқылы. Барлығымыз оқулыққа назар аударайық. Оқулықта бірінші қай жыл мезгілін сурет? Қыс жыл мезгілі екен, иә? Ал енді балалар, осы қыс туралы маған кім айтады? Ал қыс тобынан шыға ғой. Тобында қойдай ғой, кәне? Жыл мезгілі ең суық мезгіл ол қыс. Қыста қар жауады, күн суық болады, көлдерден мұз қатады. Адамдар жылы киімдерін салы қолға, жылы күрте, бас киім, етік. Балалар шаңғы тебеді, ақылы жасайды, қар атысады, шаңғымен сырғанайды, шыршаға жап жасырылады, шырша ойындайды, затамен ақшақар кетеді. Тамаша. Бәріміз кәне басқармаға арқылы бағалайық. Кәне қалай айтты? Жарайсың міне, тамаша сана. Отыралым. Көктем туралы, көктем тобынан кім қорғайды? Саяжан келіп қорғай қойшы жарайды. Көктем туралы не білеміз, айта қойшы? Көктемде кейде қалай еріп, жел көшіктер шығып, жер жасыл көбей алады. Ағаштар бүршік айтады. Не болады көктемде? Қыста көктем бұтақ қайталады. Тамаша, өте жарайды. Иә. Ағаштар бүршік айтып, Иә. қалады. Иә. Жел Дұрыс. Иә. Ал енді Саяжанды бағалап жіберейікші, кәне басқармаға арқылы. Қалай айтты Саяжан? Өте тамаша, иә? Жақсы. Жарайсың Саяжан. Отыра ғой. Келесі біздің жыл мезгіліміз балалар. Мынау қай жыл мезгілі? Жаз екен, иә? Иә. Ал енді жаз туралы бізге Нұркен, сен айтасың ба? Келе ғой, Нұркенді. Ал енді жаз мезгілі туралы айтпайшы Нұркен. Жаз өте ыстық мезгіл. Жазда жел көп. Қызыл сары көйлектер күнде айнала ашады, жеміс-жидектер пісе бастайды. Балалар күні ойнайды, суға шомылады, үлкенді балық аулайды. Өте тамаша. Қалай бағалаймыз? Кәне Нұркенді айтқаны барлығымыз тамаша. Күз мезгілі екен, ал осы күз мезгілі туралы бізге кім айтады екен? Аружан келе ғой, жарайды. Жан күш келеді, бізде ағаш жапырақтары шалғайып, ағаштар да шайып, Түсіре бастайды жапырақтар, иә? жей бастайды жапырақтар. Жауын жиі жауып адамдар қолдарына қошақыр, аяқтарына киеді. Өте дұрыс жарайсың. Иә. Тағы қандай өзгерістер болады күздің күні? Жеміс-жидектер Иә. пішіп, егіншілерін жинайды. Иә. Асықтар пішіп, жинайды. Дұрыс. Асықтар пішеді екен, иә? Дұрыс айтасың. Жарайсың. Ал енді Аружанды қалай бағалаймыз барлығымыз, кәне? Жарайсың. Ал балалар, енді мына шабуылдатыс арқылы мына суреттерге назар аударыңдар да, маған балалар не істеп жүр? Бұл ойындарды жылдың қай мезгілінде ойнайды? Соны кім айтады? Мағжан айта қойшы. Жаз мезгілі. Иә, жаз мезгілі екен. Жаз мезгілінде қандай ойындар ойнап жатыр балалар? Скейтборд. Иә. Балалар үнмен ойнап жүр. Әшекет теуіп жатыр, сырғай алып. Иә. Сосын балық аулап жатыр. Дұрыс. Қатпырақ ұшырып жатыр. Иә, тамаша. Тағы қандай ойындар білесің, жазда ойнайтын?
Iya. Terus? Iya. Жарайсың, өте тамаша. Кәне бәріміз бастармақ арқылы бағалайық. Қалай бағалаймыз? Жарайсың, өте тамаша. Тамаша жауап бердің, Маржан. Жылдың әр мезгілінде отбасылармен бос уақытты қалай өткізесіңдер? Кәне Самаляны ойынтыңдар. Самаля бос уақытын қалай өткізеді Наталике? Мен бос уақытымды отбасыммен серуендеуге шығамын, табиғат аясында демаламыз. Кездесетін кейбір тіршілік мәселелерінен аздап болса да серуендегенде болдық. Бос уақытымызда қалай қызықты еді өзіміз туралы ақылдастық. Өз шешімге келдік. Тамаша, жарайсың, міне. Бүгін біз біраз талқылап тастадық екенбіз, иә? Өз күшіңізге, өз біліміңізге сенемін. Сондықтан да өзің туралы жақсы пікірде болу, өзіңізді басқалардан ешкім етпей, өзіңде жақсы қасиеттерді дамыту бұл әркімнің парызы. Жарайсың, өте тамаша. Балалар, келесі біздің әдісіміз кластер әдісі. Бұл топтық жұмыс ретінде орындалады. Мен қазір сендерге барлығына мынандай жаңағы әр топқа өзіне сәйкес жыл мезгілдерінің суреттерін беремін және 12 айдың аттарын беремін. Осы әр жыл мезгілінің аяттарын астына жазып шығасыздар. Бір жыл мезгілінде неше ай бар? Кәне кім айтады маған? Бір жыл мезгілінде неше ай бар? Бұл айларды қазір жапсырып шығамыз. Яғни сендер мына қыс мезгілі. Мына жапсырып шығыңдар. Келесі күз мезгілі. Жапсырамыз. Келесі көктем мезгілі. Жаз мезгілі. Жаз мезгілі кәне. Жер жырту, егін егу, ағаш отырғызу, Жарайсың. отырғызу, ақтауды отырғызу, ағаштарды әкеп, Дұрыс. көктем мезгіліндегі мерекелер, сегізінші наурыз, әмият күні, 22-ші наурыз, ұлыстың ұлы күні, 11-ші сәуір, әскерлер күні, 1-ші мамыр, ынтымақ бірлік күні, 7-ші мамыр, ұландар күні, Дұрыс. 10-ші мамыр, жеңіс күні. Тамаша, міне қараңдар, көктем мезгілінде қаншама мерекелер бар екен, иә балалар? Жаз мезгілінде 3 ай бар. Маусым, шілде, тамыз, жазғы еңбек түрлері, күзге су құю түстерін тұтып, бөлік пен қуыртынай жаз мезгілінде піседі. 1-ші маусым балалар қорғау күні, 6-шы шілде Астана күні, 30-шы тамыз Конституция күні. Тамаша балалар, міне керемет. Күз айында күз мезгілінде 3 ай бар. Қыркүйек, қазан, қараша, еңбек түрлері, жеміс жинау, жапырақтар сыпыру, егін ору. Күз мезгілі 3 кезеңге бөлінеді. Қыркүйек, алтын күз, қараша, жұмақ күз, қараша, қоңыр күз. Тамаша. Күзгі мерекелер түрлері 1-ші қазан, білім күні, 1-ші қазан, қарттар күні, 5-ші қазан, мұғалімдер күні. Тамаша балалар, міне барлық мағлұматты айтып шықты, иә? Өте керемет. Ал енді балалар біраз шаршап қалған шығармыз, иә? Енді барлығымыз серікту жаттығуын жасайық.
дәптермен жұмыс жасаймыз. Яғни дәптердегі 26-27 беттерді ашамыз. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздың соңғы жаңағы қорытындылай келе шығармашылық жұмыс, яғни үздік орындаушы әдісі арқылы маған әр жыл мезгілі туралы тақпақ айтып берсеңдер. Ал Бекжан қол көтерді, келе қойшы Бекжан. Күз айы бастады, құстар қайта бастады, жапырақты сағайып жерден түсі бастады. Тамаша, керемет балалар. Кәусар, сен айтасың ба келеді ғой? Кәусар, өлең тыңдай. Шыпақты балаға жылы күнінде қадап қырышты шаңған. Тамаша. Жарайсың. Тауып жапырақ бұлбұл қызыл бұқтардың көздерде шуақты жас келді. Тамаша. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе кері байланыс беріңдер, я? Яғни барлықтардың алдыларындағы бағдаршамды қазір барлығын түсіндім деген оқушылар жасыл түсін көтереміз. Ал егер де біраз түсінбеген жерлер болып дегендер сары түсін көтереміз. Мүлдем ешнәрсе түсінбедім дегендері қызыл түс көтереміз. Кәне кері байланыс береміз. Жарайсыңдар, бүгін барлығына түсінікті болуы деп есептеймін. Тамаша балалар.